Барлықтарыңызға Римнен жалынды сәлем. Бүгін бізде кезекті шығарылымымыздың тақырыбы бұл Римнің фонтандары туралы болмақ. Жалпы 3000 жылдық тарихы бар Римде неше түрлі әдемі фонтандар болды, және олардың кейбірі бүгін Римде толықтай сақталып қалған. Жалпы осы әдемі фонтандарды көру үшін жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен миллиондаған турист осы Римге асығады. Бұл фонтандар Римнің көркін ашып қана қоймай, оған орасан зор табыс алып келіп жатқаны әлемге белгілі. Соның ішінде бүгін тоқталатын негізгі фонтанымыз бұл Фонтан де Треви. Жалпы бүгінгі видеороликті көре отырып, сіз бұл фонтанның неге Треви аталғанын, бұл фонтанның неге осы жерде салынғанын, бұл фонтандағы мүсіндер қандай оқиғаларды өзінде жасырып тұрған, немесе бұны салған архитектор қалай өзі жек көретін адамынан жасырын түрде кек алғандығы туралы болмақ. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Римнен жалынды сәлем. Дәл қазір менің артымда Римнің ең әйгілі фонтаны Фонтан де Треви. Треви деген сөзден шығып тұр. Бұл жерде Треви деген сөз тре деген үш, виа деген көше деген. Яғни үш көшенің қиылысындағы фонтан дегенді білдіреді. Өте әйгілі, өте керемет фонтандардың бірі Римдегі. Енді фонтанға қарайтын болсақ, бұл ежелгі Рим стиліндегі фонтандардың бірі. Бұнда әйгілі римдік құдайлардың және сол кездегі аңыздардағы адамдарды бейнелеуге тырысқан. Жалпы Римде қазір 300-ге жуық фонтан бар. Олардың көпшілігі орта ғасырларда жасалған немесе көне Рим дәуірінен қалған. Бұның ішіндегі ең ерекшесі менің артымдағы осы Фонтан де Треви. Фонтан де Треви деп атайды. Римдегі ең негізгі топ 10 орынға кіреді міндетті түрде. Бұл көпшілікті несімен қызықтырады. Яғни ол өзінің өте үлкен жаңағы көлемімен, биіктігі 26 метрге жетеді, ені 46 метр деп көрсетеді интернеттегі мәлімет бойынша. Және бұл фонтанның басты ерекшелігі қандай? Бұл фонтанның басты ерекшелігі бұл фонтан өз күнін өзі көріп отқан фонтан десе де болады. Ол қалай? Бұл фонтанға жаңағы ерекше бір дәстүр бар. Римге келген туристердің, жалпы римдіктердің бұл фонтанға тілеп ақша тастау. Яғни соның нәтижесінде жыл сайын бұл фонтан ең көп деген кездері мысалы 1,5 миллион евро ақша түсірген. Ал енді әлемге әйгілі шедеврлермен танымал Ватикан музейі, мысалы Ватикан музейі әлемнің ең керемет археологиялық жәдігерлерін жинақтаған қолжазбалармен, керемет өнер туындыларымен танымал Ватикан музейіне жылына келушілерден бар болғаны 1,1 миллион евро түседі екен. Ең көп деген жылы, яғни ол әлемдегі келушілер көп топ 5 музейдің қатарына кіреді. Ал бұл тегін 24/7 жұмыс жасайтын Фонтан де Треви қазір былайша айтқан кезде жаңағы Рим халқын, жалпы Италияны асырап отыр десе де болады. Бұл видеоға назар аударатын болсақ, бұл жердегі арнайы көк киген екі италиялық азамат өзінің құрылғысымен әлгі біз сияқты туристер тастаған тиындарды сорып жатырған сәт. Фонтанның астынан бұл іс әрекет жалпы аптасына 2 рет жүзеге асады, және әрбір аптада бұл жерден 14.000 евро ақша шығарылады. Бұл кемі, сонда кемі жылына 730.000 евро көтеріледі деген сөз. Бұл ең сараң немесе туристер аз келді деген жағдайда ғана жүзеге асады. Яғни бұл шамамен 350 миллион теңгенің шамасында. Яғни міне осы бір құрылғының арқасында осы гидросорғыш деп атап қояйық өзімізше, осымен жаңағы фонтанның астындағы тиындар алынады. Бұл жердегі тиындар міндетті түрде бұл процесті полиция қызметкерлері қатаң бақылауда ұстайды. Әлбетте бұл жерде тиын ешкімнің қалтасынан кетпеу керек. Бұл тиындардың барлығы қайда кетеді деп сұрайсыз ғой әрине. Бұл тиындардың барлығы Каритас Рома деген қайырымдылық қоры бар, Рим папасының басшылығымен құрылған. Сол қорға кетеді. Бұл ақша 2006 жылдан бері бұл қордың басты мақсаты жалпы Римнің жаңағы әл-ауқаты төмен, жаңағы өте нашар тұратын отбасыларына барынша көмек қолын созу үшін құрылған ұйым. Яғни бұл ұйым осы жердегі тиындардың барлығын алады. Осы жаңағы тиындар сорып біткеннен кейін оны қапқа салып, мына ұры машина өзімен бірге әлгі қорға алып кетеді. Міне біз тастаған, әлгі туристер тастаған тиындардың тағдыры осындай.
Енді бұл жерде қарайтын болсақ, әрбір мүсін бұл жерде бір мән мағынаға сай етіп жасалған. Әрбір мүсіннің артында бір идея, бір ой жатыр, бір мағына. Енді бұл жерде қарапайым ғана мүсіндер болып көрінгенмен, оның тарихына үңілетін болсақ, оның тарихында бір аса бір маңызды Рим дәуіріндегі оқиғалар жатыр. Бұл жерде жалпы фонтанның негізгі мүсіндеріне, ондағы белгілерге тоқталып кететін болсақ, жоғары жақта бұл жерде Климент 12-ның, яғни осы фонтан жасауға ұсыныс берген, бұйрық берген папаның Рим папасының елтаңбасы. Одан кейін мына жердегі жоғары жақтағы 4 әйел адамның бейнесі, бұл 4 жыл мезгілін білдіреді екен, жаз, күз, қыс, көктем деген сияқты. Одан кейін кішкене төменірек түсетін болсақ, мына жерде 2 барельеф бар. Бұл жерге фонтанға келіп тұрған су аквавирга деген акведук арқылы кетіп тұр, яғни су құбыры арқылы жақын жердегі 21 километр жерде. Бұл жаңа сол судың қалай табылғандығы туралы, яғни бір ару қыздың Рим легионерлеріне фонтанды бұлақты көрсеткені. Мына жерде Марк Агриппаның, яғни бұл акведук салушының Октавиан Августқа өзінің жаңағы ұсынысын көрсетіп жатырған кезде осындай акведук саламын, су таптым деген. Бұл жердегі фонтанның ең негізгі тұлғасы бұл океан, яғни океан деп аталады. Бұл грек аңызы бойынша үлкен өзендер мен теңіздің құдайы, билеушісі болып табылған, желе жебеушісі. Бұл жерде ол өзі теңіз қабыршақтарынан жасалған арбасымен 2 гиппокамп, яғни теңіз жылқысын жегіп келе жатыр. Бұл теңіз жылқысы гиппокамп аңыз бойынша, яғни грек аңызы бойынша алды жылқы, арты балық, қанатты теңіз жануары болған. Оны тағы да бір теңізде өмір сүретін не дейміз енді, пере дейміз бе, яғни аңыздарда кейіпкер Критон, яғни өзінің жаңағы мына жерде қарасаңыз, мына жерде жылқыларға жаңағы өзінің қабыршағын ілу арқылы бұйрық беріп алып келе жатыр. Бұл жерде 2 жылқы, біреуі сол жағындағысы тулап атылып жатса, жоғары қарай екіншісі өте қарапайым сабырлы күйде. Яғни бұл теңіздің 2 кейпін білдіреді екен. Яғни буырқанған сол жақтағы тулап жатқан жылқы тулаған теңізді білдірсе, ал мына жақтағы сабырлы жылқы сабырлы тынық күйдегі мұхитты теңізді білдіреді екен. Мынау жерде жаңағы фонтанның негізгі бөлігі, сонымен қатар бұл жерде жаңа әртүрлі коралдар, бұл теңіздің түбіндегі теңіздің жалпы түбін еске түсіреді. Қабыршақтар және тағы да басқа нәрселер. Анау бұрыш жаңағы ғашықтар бұрышы деп аталатын бөлігі. Біз мына жерден фонтанның екінші жағына қарай өтеміз. Бұл жерде ғашықтар бұрышы дейді. Себебі мына жерде мынандай 2 фонтан бар атып тұрған. Бұл жерде бұған байланысты тағы да бір қызық аңыз бар. Негізі енді Римнің әрбір бұрышы аңыз бен қызықты оқиғаға толып тұр. Бұрын 19-18 ғасырларда әскерге кетіп жатқан римдік жігіт өзінің ғашығымен осы жерге келіп, мына 2 фонтаннан стаканмен су ішеді. Сосын стаканды осы жерге сындырады. Сосын сол стакан сындырғаннан кейін бұл фонтанға тиын тастау әдеті болған. Осылай бұл жерде тиын тастау әдеті пайда болған дейді. Жалпы фонтанды айналып жүретін болсақ, тағы да қызықты жерлерді, қызықты оқиғаларды табуға болады. Бұл соның біреуі менің артымдағы мынау құбыраға байланысты оқиға. Сонымен 18 ғасырға оралайық. Шамамен 1730 жылдардың шамасы Фонтан де Тревидің құрылысы қайнап жатқан кез Николо Сальвиде құрылысшылар да осында. Осы алаңның шет жағында сол кезде мына 85-ші үйдің астыңғы жағында, мына терезе ашық тұрған жерде шаштараз орналасады. Сол шаштараздағы жаңа шаш қиятын адам күн сайын қайта келіп әлгі архитектор мен құрылысшыларға керексіз кеңес береді. Әлбетте желкеңнен ақыл айтқан адамды кім ұнатады. Сол себепті Николо Сальви бұған ашуланып қалып, одан кек алмаққа бекінеді. Яғни фонтанның жоспарында жоқ әлгі құмыраны сол жерге орналастырады. Ондағы ойы бүкіл үйлердің терезесінен фонтанды тамашалауға болатын болса, ал мына шаштараздың ішінен отырып әлгі фонтанның сұлулығына тамсану мүмкін емес. Яғни архитектор осылай жасырын түрде немесе мәдениетті түрде әлгі өзінің жек көруші адамынан кек алған екен.
Жалпы Римге келген әрбір турист өзінің Римдегі алғашқы күні осы фонтанның алдынан табылады. Әлбетте мың рет естігенін бір рет көруге асығады. Бұл фонтанның алдында бәрі де бақытты. Туристердің кішісі болсын, әлде үлкені болсын, бәрі де осы фонтанның алдында тұрып сол дәстүрді орындағысы келеді. Фонтанға тиын лақтырып, өздерінің арман тілектерін тілейді. Және бұл сұлулыққа тамсанған әрбір турист бұл керемет сәтті барынша өзінің жадында сақтап, телефонымен суретке түсіп, осы бір естеліктерді мәңгілік өзімен бірге алып кеткісі келеді. Күн сайын мыңдаған турист бұл жердің тасын таптап, көгілдір суына тамсанып, мәрмәр мүсіндердің бойындағы тарихи аңыздарға тамсанып, оларды қызыға тыңдап, осылай керемет сезімдерге бөленеді. Мен де бұл алғаш бұл фонтанды көрген кезде ойыма еріксіз мына ойлар келген еді. Шынымен де өте ерекше фонтан. Қараңызшы, бұл ерте замандағы амфитеатр сияқты, яғни бұл сахнадағы әртістер өздерінің қойылымын қойып жатқан. Мынау сол көріністі тамашалауға келген барша көрермендер. Шынымен де адамдардың барлығы таңғалысын жасырмайды, түріне қарасаңыз. Иә, әрине, бұл фонтанның әдемілігі мен тарихы бұл жердегі туристерді бейжай қалдырмасы сөзсіз. Бірақ мен бұл видеоролик арқылы фонтанның әдемілігін сөзбен суреттеп, тарихын әдемі қылып көрсете алмаған шығармын. Сондықтан да барлықтарыңызға осы бір әсем фонтан мен керемет қаланы көзбен көруді жазсын деген ізгі ниетпен осы жерден видеоролигімізді аяқтаймын. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет.